жүрек кор өзіне веналық тамырлар арқылы қанды қабылдап, артерия жүйесіне, артерия тамырларына қанды айдайтын 4 камералы бұлшық етті қуыс мүше. Жүрек алдыңғы көкірек аралықта медистинум антериорда орналасқан, оның негізгі өстік бағыты жоғарыдан төмен қарай, оңнан солға қарай, арттан алдыға қарай, яғни қиғаш бағытта орналасқан. Жүректің көп бөлігі, ортаңғы сызықпен есептейтін болсақ, көп бөлігі сол жақ жартысында жатады. Жүректің сыртқы құрылысына келетін болсақ, жүректің ұшы апекс кордис, және оның жоғары артқа ең үлкен бөлігі базис кордис негізін ажыратады, екі бетін ажыратады. Төс қабырғалық беті фацис тернокосталис, және төменгі беті, төменгі көкеттік беті фацис диафрагматика. Екі бетін бөліп тұратын оң жақ және сол жақ жиегі марго декстра, марго синистраны ажыратады. Жүректің негізі өте күрделі келген құрылысы. Бұның негізін жүректің жүрекшелерімен және жүректің келіп құятын және шығатын ірі қан тамырларының осы сабаулары құрайды. Егер жүректің негізін оңнан солға қарай қарайтын болсақ, оң жақ құлақшаны көреміз. Оң жақ қарыншадан басталатын өкпе сабауы, сол жақ қарыншадан басталатын қолқа, аорта, яғни оның жоғарылайтын бөлімі. Сол жағында сол жақ құлақша. Ал артқы бетіне ауысатын болсақ, сол жақ жүрекше, сол жақ жүрекшеге келіп құятын әр жағынан біреу екеуден өкпе веналары, және оң жақ жүрекшеге келіп құятын төменнен төменгі қуыс венасы, және жоғарыдан жоғарғы қуыс венасы. Міне осыдай күрделі анатомиялық құрылымдарды ажыратамыз. Жүректің сыртқы құрылысында негізінен жүрекшелер мен қарыншаларды бөліп тұратын тәждік жүлге, сулкус коронариус, алдыңғы бетінде алдыңғы қарынша аралық жүлге, sulcus interventricularis anteriorда, ал диафрагмалық бетте немесе артқы бетінде sulcus interventricularis posteriorды ажыратамыз. Жүрек камералары төртеу. Сол жақ қарынша мен сол жақ жүрекше, оң жақ қарынша мен оң жақ жүрекшені ажыратады. Сол жақ қарынша мен сол жақ жүрекше және оң жақ қарынша мен екеуі өзара олар арасынан толықтай перделер арқылы бөлінген. Сондықтан жүректің оң жақ жартысы мен сол жақ жартысы өзара байланыспайды. Сондықтан жүректің сол жақ жартысы тек қана артериялық қанмен байланысты болғандықтан оны артериялық жүрек деп атайды. Ал оң жақ жартысы тек қана веналық қанмен байланысты болғандықтан оны веналық жүрек деп атайды. Енді әрбір қарынша мен жүрекшенің арасы қақпақшалары бар. Оларды жармалы қақпақшалар деп атайды. Жармалы қақпақшалар дейді. Сол жақта жармасының санына байланысты екі жармасы болғандықтан қос жармалы қақпақша бар митралис. Ал оң жақта жармаларының саны үшеу болғандықтан үш жармалы қақпақша вальвула трикуспидалис деп атайды. Бұл жармалы қақпақшалар қанды жүрекшеден қарыншаға ғана өткізеді. Ал өкпе сабауымен оң жақ қарыншадан өкпе сабауы, сол жақ қарыншадан аорта басталады дедік. Осы екі ірі қан тамырлар сабауларына өтетін жерде айшық қақпақшалармен қамтамасыз етілген. Осы айшық қақпақшалар. Сонымен жүректе 4 қақпақшаны және 4 камераны ажыратамыз.